Лондон мен Палестинада бала болу туралы айта аласыз ба? Газада көрген балалардың ерте есеюіне тура келіп жатыр. Кешілік алуларына тура келіп жатыр. Бұл менің баламның бірінде көрмеген қиындық. Газадағы балалар көшеде тәтті картоп сатып жатыр. Ол жердегі балаларды мүлде басқа жақсы көремін. Отбасылары бұл нәрселерді басынан кешіруге мәжбүр. Не өздерін, не достарын жоғалтып жатыр. Олар отбасы мүшелерін тез жоғалтып жатыр. Сыныптастарын, оқулықтарын, балалардың пәктігін ұрлап жатыр. Күнде атқылаған бомба дауыстарын есту қалай еді? Газада бір ғимараттың бомбаланғанын көрсем, басқа адамдардың көргенде сезінгендері секілді сезінбеймін. Олар бұл өте қорқынышты дейді. Уайымдамаймын, көкірегімнің қысылғанын сезінемін, себебі бұның салдарын білемін. Ғимараттардың жығылғанын көрдім, Газада қирандыларды көрдім. Егер бүткіл әйелдерге үндеу шансыңыз болса, Палестинада кімдеріңіз бар, не дегіңіз келер еді? Айтарым, Палестинада әйел хақтары туралы. Енді олардың күштеріне тәнтімін, бірақ күресулерін түсінемін. Білесіз, тек соғысуға қайта кірісу үшін, себебі бұл үмбеттің әйелі үмбеттің күші болып саналады. Үмбеттің болашақ нәсілдерін олардың күші болмастан жетістіретін болса, ол уақытта махаббат, мейірімділік, шыдамдылық жоқ болады, онда үмбет жоқ болады. Сондықтан олардың күшті болуларын сұраймын. Олардың күрестерін естігенімізді білеміз және әр күні өздері қаламаған жағдаймен бетпе-бет келіп жатқандарын түсінеміз. Біз оларды қолдайтынымызды айтқым келеді.